тиімсіз болған үш мәселе болды. Ең біріншісі тау-кен технологиясы дұрыс болмады, өйткені көп шығын болды. Кеннің біразы жердің астына қалып қойып отырды. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, капиталдық инвестициялар көп керек болды. Үшінші мәселе, Кентау қаласына 165 километр шақырымға кенді жеткізу керек болды. Ол көп шығынға келтірді. Және тағы бір мәселе, Кентаудағы кен байыту фабрикасы ескі технологиялармен істетті, ол да көп шығынға келтіріп отырды. Сондықтан алынған өнімнің бағасы өте жоғары болды да нарыққа сай келмеді. Енді ең бірінші біз мына 165 километр транспорттық нені алып тастадық. Ол бір мәселе. Екінші мәселе, біз капиталдық шығындарды бір 15-20%-ға төмен түсірдік. Сосын себестоимость дейдік, онда 15-20%-ға төмен түсірдік. Сонымен қатар мырышты кеннен концентратқа дейін өңдеу, алып шығу, извлечение дейді. Оның пайызы бұрын егер 60 болса, қазір біз 75-80%-ға жеткізбекшіміз ең кемінде.